Жемқорлықпен күресу қоғам мүшелерінің күнделікті өмір салтына айналуы керек. Елбасының ел даму жолына арнаған 100 нақты қадамында қоғам дертіне қарсы тұрудың тың тетіктерін атап көрсеткен. Осы межелеген міндеттерді жүзеге асыру үшін облыстық Нұр Отан партиясы, Жаңары қоғамдық қоры және Тараз мемлекеттік педагогикалық институты облыстық конференция өткізді. Бүгінде жемқорлық бір ғана тұлғаның келешегіне қауіп төндіріп тұрған жоқ. Мемлекеттің де дамуына тежеу болуда. Мұны қоғам біледі. Сондықтан індеттің дендеп, ертеңгі өмірлеріне зиян тигізбес үшін барлығы бірлесе жұмысқа кірісті. Ал бұл конференцияның мақсаты ұрандату емес, елді жегі құрттай жайлаған жемқорлыққа жол бермеуге шақыру. Сыбайлас жемқорлықтың қандай да бір түрлеріне қарсы бітіспес, аяусыз күрес қоғамның барлық күштерімен бірге төзімсіздік таныта беруіміз керек. Әр азаматтың, әсіресе жастардың санасына сондай мәдениетті тәрбиені сіңіре беру маңызды бағыт. Мәңгілік жолға бастар қадамымызға бөгеу болатын жемқорлық әрекеттің тамырын түбегейлі жою жоспары қабылданған. Сол бағытта тиісті тұлғалар жұмыстар атқаруда, нәтижесі де жоқ емес. Ағымдағы жылдың 5 айын мемлекеттік және өзге ұйымдарға қылмыстық құқық бұзушылықтар және басқа да заң бұзушылықтар жасауға ықпал еткен мән-жайларды жою жөнінде 43 ұсыныс енгізілді. Енгізілген ұсыныстардың қаралу нәтижесінде тәртіптік жауапкершілікке 37 тұлға тартылды. Сондай-ақ форум барысында Нұр Отан партиясының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасының орындалу барысы, жоғары оқу орындарындағы жемқорлық көріністерін болдырмау және алдын алу мәселелері, және де жемқорлық індетімен күресудегі бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі тақырыбында баяндамалар тыңдалды. Білім нысандары ол бұрынғы классикалық білім берген жоғарғы оқу орындарындағы оқу жүйесіменен есептелінбейді. Бүгін біз көп алға келіп отырмыз. Баяғыдай зачеткаларды ұстап, немесе бірнеше мұғалімдердің артынан ондай бала жүгіріп жүрмейді. Қазір білім алу процесс кезеңде. Конференция соңы жаңару сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалысы мүшелерінің облыс тұрғындарына үндеуі қабылдануымен түйінделді. Гаухар Рыспай, Ержан Құдияр, жаңалықтар қызметі.